Сәлем достар, бүгін дәмі өте ерекше болып шығатын пюре дайындайтын боламыз. Өзіңізге керек мөлшерде картопты алып, барлығын жақсылап жуып, осылай көбік қылып турап аламыз. Тез қайнап шығу үшін суының барлығын төгіп тастамай, қайнап болғаннан соң кішкене алып қалып, осылай тұз салып, барлығын жақсылап езетін боламыз. Картопты тұзсыз қайнатқан дұрыс, пісіп шыққаннан соң тұз салатын боламыз. Оның үстінен 20 граммдай сары майонез саламыз. Онда жақсылап араластырып, бір қапта алып барлығын езіп алып, 2 немесе 3 қасық сүт құятын боламыз. Осылай біздің пюреміз дайын болып шығады. Барлықтарыңызға осылай дайындап көруге кеңес беремін. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.